Құрметті оқырмандарым, еркектің мына 3 нүктесі керемет ләззат алады. Әңгімені бастамастан бұрын мені арнама тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін ер адамның ең сезімтал аймақтарын білу және ол аймақтарды ерте білу керек. Мысалы, құлақты алайық. Құлақ, ер адамның құлағы да жоғарғы сезімталдыққа ие. Құлақ пен сүю тек әйелге ғана тән емес, бірақ әйелдер секілді комплименттерге деген сезімталдығы туралы айтып отырған жоқпыз, бірақ бұлай ету де артық болмайды. Құлақ пен құлақтың артындағы нүктелерге массаж жасау, аймалау ер адамды рахатқа бөлейді. Бұл әрекетіңізді ризашылықпен қабылдау керек. Екіншісі, мысалы, емізік. Төмен түсіп емізікке тоқталу керек. Көптеген әйелдерге емізікке әсер ету сезімнің шыңына жетуге өте тиімді жол екенін анық. Бұлай жасау әйелдің өзін-өзі бағалау әрекетіне де әсер береді. Ал еркектерді емізік ешқандай пайдалы функцияны орындамағанымен, оның айналасындағы тері әлі де нәзік. Сондықтан емізіктерді тістеу және сору өте жағымды әсер етуі мүмкін. Үшіншісі, кіндік айналасы. Іштің емізікке қарағанда сезімталдығы жоғары. Сондықтан еріңізді есінен тандыртуға асығыңыз. Әсіресе іштің төменгі жағы сезімтал. Ол тәтті сүйіспеншілікті қуана қабылдап, жауап беруге ұмтылады. Одан кейін ең маңызды шаруаға кірісу үшін серіктестігіңізге тізгінді ұстата берсеңіз болады. Міне, құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.